Қайырлы күн, сіздермен Тимур Трансформер компаниясы. Біз тек осындай жиналмалы столдар жасаймыз. Биік стол, жер стол. Қазір сіздерге дәл осы жер столға толық шолу жасағым кеп тұр. Қараңыздар, бұл бізде жер стол, биік стол емес, просто мына үстіндегісі, мынау столы астындағы бұл бізде тумба. Тумба дегеніміз, яғни бетіне қойылатын тақтайларының арнайы салып қоятын өзінің тумбасы. Қараңыздар, каждый тақтай осылай алынады. Мына жерде 7 тақтай бар. Себебі бұл 4 метр. Және де мына ортасында тұрған бізде қосымша аяқтары. Бұл бізде столды 3 метрден жоғары размерлерге қойған кезде осы тіреуішті қою арқылы столға қосымша күш береміз да, яғни мықты болып тұрады. Так, сосын бізде тумбының үстіне не үшін қойып қойғанбыз? Сол сұрақ. Қараңыздар, бұл тумбының үстіне қойып қойған себебіміз, мысалы үйде әйел адамдарға қиын болып жатады, столды әрі-бері жылжытып, бір бөлмеден екінші бөлмеге ауыстыру. Сол үшін біз астына арнайы осындай роликтер орнаттық. Яғни бір бөлмеден екінші бөлмеге көшіргенге өте жеңіл, ешқандай қиындықсыз әйел адамдар әрі-бері жылжытып жүре береді. Кеттік, ендеше сіздерге дальше ашып көрсетейін. Столды осылай жерге қойғаннан кейін бірінші екі жанында осындай бекітпелер болады, соны ашу керек болады. Осылай ашасыздар. Содан кейін дальше столды өзіңіздің қалаған өлшемге осылай аша бересіздер. Мен қазір сразу сіздерге 4 метрге ашып көрсетемін. Қараңыздар, осылай ашыла береді. Сіздерге бір шындық айтып кете салайын осы жерде. Негізі дәл осы механизм столдың главный бөлшегі ғой. Осының екі түрі болады нарықта. Біреуі қолдан жасалған түрі болады, екіншісі зауыттық. Ең қолдан жасалған аты айтып тұрғандай, оған гарантия жоқ. Бір күні аяқ асты сынып қалуы мүмкін, немесе столыңыз келгеннен кейін ашылмай қалуы да мүмкін. Ал дәл осы зауыттық механизм, бұған біз 3 жылдық гарантиясын береміз. Яғни сіздің столыңыздың механизмі 3 жылға дейін бір ақау туып жатса механизмде, біз оны жөндеуге келсе жөндеп береміз. Ал егер жөндеуге келмесе, толықтай механизмді ауыстырып беруге дайынбыз. Сондықтан бұған қатты мән беріңіздер. Аллаға шүкір, бірақ бізге осы уақытқа дейін бірде-бір адам механизмге жалып жасап келген емес. Столды осылай ашып алғаннан кейін бірінші кезекте сіз осы қосымша аяқтарын қойып аласыз. 4 жағынан қойылады. Енді біз осы тумбасында тұрған каждый тақтайларын алып, осылай столдың бетіне қоя береміз. Яғни қалаған өлшеміңізге қарай қойып аласыз. Біз осылай қойған кезде сіздерге түсіндіріп кетейін. Көбісі мән бермейді. Арнайы осындай кірмелері болады. Кірмелердің және де екі жағының темір болуына мән беріңіздер. Көбісі оған да мән бермейді. Және де осындай кірмелері қаншалықты көп болған сайын стол соншалықты берік, яғни ұзақ қызмет етеді. Бізде ол 4 жерден қойылған, ортасында екеу, екі шетінде екеу. Осылай қарапайым түрде кіреді, ешқандай қиындықсыз. Және де осы кірмелерінің негізгі рөлі бұл салмақ үшін жасалған. Өйткені қаншалықты көп салмақ түскен сайын осы кірмелердің рөлі соншалықты рөл ойнайды. Мысалы, қараңыздар, егер де біз екі шетінен қойған жағдайда, оның ортасына салмақ түскен кезде ортасы сәл иіліп кетуі мүмкін, ұзақ уақыт қызмет ете алмайды. Сол үшін кірменің санының көптігі және де екі жағының да темір болуына қатты мән беріңіздер. Біз болдық, столымызды құрып, енді очеред. Қараңыздар, дәл осылай құрылғаннан кейін дальше болған жоқ. Тағы бір бізде жасалу керек нәрсе бар столға. Ол ең астындағы бағанағыдай бекітпелері. Каждый осы тақтайлардың арасында бекітпе болуы маңызды. Не үшін? Өйткені, мысалы, қараңыздар, мен қазір келе жатамын да, аяғым тиіп кетті столға. Қонақта жүрмін ғой мен. Тиіп кетті, қараңыздар. Ашылып кетті мына жердің барлығы. Сіздің мына жердегі дастарханыңыз үшін төгеді да. Осылай ашылмас үшін біз астына арнайы каждый тақтайдың арасында бекітпелер орнатқанбыз. Барлығының арасында болады. Қазір барлығын бекітемін, содан кейін сіздерге қазір түсіндіремін. Бұл не үшін керек екенін қараңыздар. Енді қараңыздар. Бағанағыдай мен аяғыммен тағы тиіп кетейін. Қараңыздар. Міне, ашылмайды. Мына жақ қарай қозғайын, қолмен қозғайын, даже ашылмайды ешқандай да. Өйткені неге? Өйткені астындағы бағанағы бізде бекітпелерінің барлығы ұстап тұр, ешқандай да арасы ашылмайды. Сол үшін бұл да маңызды бөлшектерінің бірі. Соған қатты мән беріңіздер.
Столымыз толықтай ашып қойдық. Көбісі трансформер столға неге қорқады? Үстіне балам шығып кетеді, анау шығып кетеді, мынау шығып кетеді, сол кезде сынып кетпей ма дейді. Қараңыздар, мен сіздерге қазір сол миф қой, енді ол аңыз ғой. Соны жоямға қараңыздар. Менің салмағым аз, енді көп емес, бірақ сонда да бұл 200 килоға дейін көтере алады. Біз оған гарантия береміз. 3 жылдық гарантиясы бар. Егер сізде сондай бір механизмде ақау болып жатса, сынып кетіп жатса, біз 3 жылға дейін сізге қызмет көрсетуге дайынбыз. Қараңыздар, стол алған кезде мән беруіңіз керек. Бірінші осы механизм, яғни механизмнің бағана айтқанымдай зауыттық болуы маңызды, гарантиясымен болуы маңызды, қолдан жасалмау керек. Екінші очередь, кірмелері маңызды. Кірмелері не үшін екенін айттым. Ол салмаққа және де столдың бетіндегі тақтайлары астыға үстіге көтеріліп кетпес үшін. Және содан кейін айтып кеткенім, бекітпе тоже көрсеттім, не үшін екенін, столыңыз арасы ашылып кетпес үшін, қонақтардың отқан кезде, тиіп кеткен кезде деген сияқты. Қараңыздар, дәл осы сіздер ұсақ нәрселерді мен сіздерге айтып тұрған. Осы нәрселерге мән беретін болсаңыздар, сіздің столыңыз ұзаққа қызмет ететін болады. Өйткені бұл стол бұрынғы столдар сияқты бір жерде тұрмайды, қонақ бөлмеде ашылып тұрмайды. Бұл үнемі ашылады, жабылады, ашылады, жабылады, қалаған размеріңізге қоясыз деген сияқты. Сол үшін бұл үнемі қозғалыста жүргеннен кейін дәл осы кішкентай мелочь нәрселерінің өзі сапалы болуы маңызды. Сіздермен болған Тимур Трансформер компаниясы. Үйіңізді кеңіткіңіз келсе, кеңдігін сезінгіңіз келсе, бізге хабарласыңыз.